Сүп-сүйкімді өте жұп-жұмсақ болып шығатын, балалар қызығып таласып жейтін 8 аяқ мини пиццаларын дайындаймыз. Жылы сүтімізге тұз, қант, ашытқы, сұйық майымызды салып, араластырып, және ұнымызды екіге бөле отырып салып, өте жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың бетін сұйық маймен майлап, бетін жауып, жылы жерге 1 сағатқа көтерілгенше қалдырамыз. Енді міне біздің қамырымыз көтерілді. Енді осыны кішкене бірнеше бөлшектерге бөліп, домалақтап шығамыз. Противенімізге осылай орналастырамыз. Қолымыздың көмегімен пицца пішінін шығарып, осылай басып шығатын боламыз. Енді кез келген кетчупты үйде осылай іштеріне салып, барлық жеріне толық жететіндей етіп жағып шығамыз. Пиццаларымыздың үстіне күштен өткізілген ірімшіктерімізді салып шығамыз. Оның үстінен енді сосискемізді екіге бөлеміз. Одан тағы да екіге бөліп, енді 8 аяқ